мына дүние жүзінен келіп Құран жарысы болып жатыр. Біз оған өте қуаныштымыз. Көптеген қарылар, ұстаздардың келуі, альхамдулилля, мынау біз қашанда бұл қырғыз бауырларымызбен аға ініміз, сол аға іні ретінде осы Қырғызстанның қатысқан дастан бауырымызға біздің елімізде иншалла арнайы бір осы Құранға дәрежесін көтерем. Әлбетте Құранның өзі дәрежесі биік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, әрбір үмметтің бір мақтанышы бар. Менің үмметімнің мақтанышы Құран деген хадиске сай иншалла осы әрдайым Құранмен мақтанып, біз қарылардың көп шығып жатқан елі деп мақтанып тұрамыз. Алла тағала иншалла сол дастан бауырымызға біздің Қазақстаннан Хамза деген бауырымыздың атынан арнайы умра қажылық белек иншалла. Аллаху акбар. Бисмилла. Алла разы болсын. Мәртебеңіз биік болсын. Иншалла умра сапарын сәтті қылсын. Бұл енді басталуы кішкене бір белек. Келешекте иншалла тағы да жаттаған қараларымызға көптеген белекпен келеміз деген ниетіміз бар. Алла разы болсын. Урматтуу бир туугандар, мына казак бауырдашторубуз келип, ушу биринчи алган кишиге бергиле десек, биздин сүйүүбүз ушу арнабалдык элек. Кыргызстандан катышкан жигит орунга илесе илешпесе дагы ошого бир туугандык кылып умра сапарын берели деп келишкен экен. Алла таала кабыл кылсын. Хадияңыздарды Кудайым кабыл кылып, өзүңүздөргө узун өмүрлөрдү берсин. Силердин балдарыңардан да ушундай чоң-чоң карылар чыксын. Сізге бір қош сыйлық болып жатады. Бұл қазақ бір туғандардан дағы сізге умра белек қылды. Бұл күтусіз болса керек, қандай айтсаңдар болады? Бұл нәрсені бізге айтқан емес негізі. Анан күтусізден келген бір белек болды бұл. Дамылыңыздан Алла разы болсын. Біздің Құран жарышында умраға сапар сыйлығын алабыз деп ойлаған емеспіз. Иншалла Аллах Таала насип кылып алып калды. Кудайым мындан кийин дагы иншалла биздин балдар биздин мамлекеттин туусун көтөрөт. Ушундай Куран окуйт деген жакшы ниетибиз бар. Казак бир туугандарыбыздан Алла Таала разы болсун. Баардыгыңыздарга Кудай Тааланын тынччылыгы аманчылыгы болсун.